Құрметті ағайын, міне біз Байтақ Жасылдар партиясы арнайы бүгін біз Арал қаласына келдік. Арал қаласында экономикалық форум өтеді. Тағдыры қиын Арал өңірінің экономикасын жасыл экономикаға айландыру мақсатында келіп отырмыз. Ол бағытта көптеген жобалар бар, инвестициялар бар. Осының бәрін осы өңірге әкеліп, тек қана сумен толтыру емес өңірді, Аралда. Сонымен қатар халықтың жағдайын көтеру. Байтақ Жасылдар партиясының қолдаушылардың бірі ол Арал халқы. Арал халқы 170 мың адам. Әрбір адам осы жердегі біздің партиямыздың мүшесі. Сондықтан біз Байтақ партиясы барлық күшіміз салып, осы Арал теңізінің қайттан орнына келуіне және де осы Арал